Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай қыс мезгіліне арнап кабачкиден лечо салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бізге қажетті сырты жуып тазаланған қызанақ қажет болады. Осылай ортасынан кесіп дайындап қоямыз. Және де кабачки қажет болады. Кабачкиді де сыртын ашып, ортасында дәнектерін алып ұзынша етіп тураймыз. Одан кейін тәтті бұрыш, яғни сладкий перец қажет, чеснок қажет, қант, сұйық май және де 9% уксус қажет болады. Осылай барлығын алдын ала дайындап аламыз. Ең бірінші біз массировкадан чеснокты өткізіп дайындаймыз. Чесногымыз дайындап болғаннан кейін жаңағы тәтті бұрышымызды массировкадан өткіземіз. Тәтті бұрышты міндетті түрде ортасындағы артық дәнектерін барлығын алып тазалау қажет. Енді одан кейін қызанақты массировкадан өткізетін боламыз. Осылай барлығын өткізіп дайындап аламыз және бір-біріне қосып, одан кейін үстінен 2 ас қасық тұзды саламыз және де 1 стақан қантты салып, 1 стақан сұйық майды құямыз, жақсылап тұрып араластырып, отқа қоямыз. Баяу отқа қойып, бір қайнағанға дейін күтетін боламыз, яғни 10 минут көлемінде қайнатамыз. Мінекей қайнады. Енді қайнағаннан кейін үстінен жаңағы ұзынша етіп туралған кабачкиді саламыз. Оның үстінен чеснокты салатын боламыз. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырып, қақпағын жауып, 40 минут көлемінде қайнататын боламыз. Яғни оттың астын орташа қою қажет. Бұл салат өте дәмді әрі ерекше салат. Қыстың күні тәбетіңізді ашады. Сондықтан осы салат жасауға кеңес беремін. Енді міне 40 минут уақыт өтті. Үстінен 9% уксусымызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз және де 5 минут көлемінде тағы да бұқтыратын боламыз. Осы уақыт аралығында банкаларымызды заласыздандырып дайындап қоямыз. Мінекей банкаларымыз дайын. Енді осы банкаларға жаңағы дайын болған салатымызды ыстық күйінде құятын боламыз. Міндетті түрде ыстық күйінде құю қажет. Бұл салат өте дәмді, кішкене ащы дәм береді. Сондықтан осы салатты жасап көруге кеңес беремін.